Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз машиналық оқыту. Машиналық оқыту компьютерлердің деректерден үйреніп, адамның тікелей бағдарламауынсыз тапсырмаларды орындай алу қабілеті. Бұл жасанды интеллекттің негізгі тармағы. Қарапайым тілмен айтқанда, машиналар тәжірибе негізінде өздігінен үйреніп, болжау немесе шешім қабылдай алуы. Бұл технология күнделікті өмірде, медицинадан бастап көлікке дейін кеңінен қолданылады және болашақта одан әрі дамиды. Машиналық оқыту компьютердің өз үйренуін қамтамасыз ететін әдістер жиынтығы. Машиналық оқытудың маңызы мен мақсаты. Мақсаты машиналарды үйретіп, жаңа деректер негізінде болжау және шешім қабылдау қабілетін дамыту. Маңызы үлкен көлемдегі деректерді өңдеу, адамнан тез әрі дәл болжау, автоматтандыру және оңтайландыру. Дәстүрлі бағдарламалау кезінде адам алгоритмді өз жазады. Деректер бағдарлама нәтиже. Ал оқытуда деректер плюс нәтижелер келесі. Алгоритм үйренеді, келесі жаңа нәтижелерді болжайды. Машиналық оқытудың негізгі түрлері. Машиналық оқыту негізгі түрге бөлінеді. Біріншісі, қадағаланатын оқыту. Мағынасы жүйеге кіріс деректері, input мен дұрыс жауаптар бірге беріледі. Мақсаты жаңа кіріс деректері үшін дұрыс нәтижені болжауды үйрету. Мысалы, электронды поштада спам және спам емес хаттарды анықтау, үй бағасын болжау, студенттердің үлгерімін болжау. Әдістеріне келетін болсақ, сызықтық регрессия, логистикалық регрессия, шешім ағыштары және нейрондық желілер жатады. Екінші түрі қадағаланбайтын оқыту. Мұнда тек кіріс деректер беріледі, бірақ нәтиже жоқ. Жүйе деректер арасындағы жасырын құрылым мен тұтастықтарды өзі табады. Мысалы, тұтынушыларды мінез-құлқына қарай топтау. Келесіде интернет дүкендеріне ұқсас тауарларды ұсыну, деректерді қысқарту және визуализация кіреді. Әдістеріне келетін болсақ, key means кластерлеу, иерархиялық кластерлеу және principal component analysis. Үшінші кезекте күшейтілген оқыту. Жүйе қоршаған ортамен әрекеттесіп, өз әрекеті үшін сыйақы немесе жаза алады. Мақсаты ұзақ мерзімде ең көп сыйақыға әкелетін стратегияны үйрену. Мысалға алатын болсақ, роботтың жүруді үйренуі, компьютердің шахмат немесе ойын ойнауды үйренуі, автопилоттық көліктердің бағыт таңдау жүйесі. Әдістеріне келетін болсақ, Q-learning қарсы алгоритмі жатады екен. Машиналық оқытудың жұмыс істеу принципіне келіп тоқталатын болсақ, деректерді жинау, мәліметтерді алдын ала өңдеу, үлгі таңдау және үйрену, тексеру және қолдану бізге принциптеріне жатады екен. Машиналық оқытудың негізгі түрлерін жаңа айтып өткеніміздей, бағытталған оқыту, бақыланбайтын оқыту және күшейтілген оқыту деп үш түрге бөлінеді екен. Негізгі алгоритмдер мен модельдеріне
Жаңа айтып өткен әдістер деп логистикалық регрессия, шешім ағашы, Kubens кластерлеу, нейрондық желі және learning модельдері кіреді екен. Машиналық оқытудың қолдану салалары біздерде медицина саласында, қаржы саласында, білім беру, сауда және көлік саласында қазіргі таңның өзінде кеңінен қолданылып келе жатыр. Машиналық оқыту процестерінің кезеңдері. Бірінші кезеңі машиналық оқыту моделін құру бірнеше негізгі қадамнан тұрады. Бірінші кезеңде деректерді жинау. Екінші кезеңде деректерді алдын ала өңдеу. Үшінші кезекте модель таңдау. Төртінші кезекте модельді оқыту. Бесінші кезекте тестілеу және бағалау. Алтыншы кезекте болжам жасау. Машиналық оқыту мен терең оқыту. Терең оқыту машиналық оқытудың дамыған түрі. Онда нейрондық желілердің көпқабатты құрылымы қолданылады. Ол әсіресе сурет, дыбыс және мәтін өңдеу салаларында тиімді. Мысалға алатын болсақ, Face ID, Siri, Alexa, Google Translate мысалға алсақ болады. Машиналық оқытудағы қиындықтар. Үлкен сапалы дерек қажет. Артық және кем үйрену. Интеграция қиындығы. Этика және әділеттілік. Хаттарды тануға мысалдарды осылай көрсетсек болады. Қорытындылай келе, машиналық оқыту жасанды интеллекттің жүрегі. Ол компьютерлерге адам тәжірибесін үйренуге және жаңа жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Қысқаша айтатын болсақ, машиналық оқыту деректерден үйрену процесі. Негізгі түрлері қадағаланатын, қадағаланбайтын және күшейтілген оқыту. Қолдану аясы өте кең және үлкен дамуда. Құрметті студенттер, келесі сабақтарымызда кездескенше сау саламатта болыңыз.